Бүгін бізде қонақта Астана қаласы 67-ші мектеп гимназиясының өте білікті маманы Гүлнар ханым. Қош келдіңіз. Қайырлы күн. Мен Гүлнар ханым, яғни 31 жыл еңбек өтілі бар, педагог, зерттеуші, тренер, көшбасшы, ұстазбын. Енді Гүлнар ханым, мынандай неден бастап барлығымыз біліп жүргеніміз пәтердің пұшпағы. Сондықтан мектеп баланы неге үйрету керек? Мектеп баланы бірінші әрине ол өмірге үйрету керек, тұлға болуға үйрету керек, өмірді тану. Бала мектеппен өмірді танып шығу керек, тұлға ретінде шығу керек, мектеп осыны үйрету керек. Қалай үйретеміз біз балаларға өмірге? Өмірге бір ғана оқу үдерісі ғана емес, сабақ қана емес, ол әрбір сабақтың арасындағы бір сәттерде олардың тұлға екенін ұмытпауымыз керек. Соған сай тапсырмалар берілу керек. Баланың ойын еркін білдіруіне мүмкіндік беруіміз қажет. Дұрыс айтасыз, яғни біз алдымызда тұлға отырған ешқашан есте шығармауымыз керек. Яғни сыныптағы үлгерімде ең төмен оқушы деген баланың өзі мұғалім туралы оның бағасы бар, мысалы мұғалім деген секілді. Енді қараңыз, өмірге бейімдеу ол функционалдық сауаттылық, қазір. Сода функционалдық сауаттылық оқушының қандай қабілеттіліктерін дамытуға әсер етеді. Дұрыс айтып отырсыз, өмірге бейімдеу функционалдық сауаттылықты арттыру деп көп айтамыз. Бірақ енді біз сол функционалдық сауаттылықты арттыруға қандай тапсырмалар беріп жүрміз? Сол тапсырмаларды біз нені басшылыққа алып жүрміз деген нәрсе кейде мән бермей қаламыз. Математика мұғалімі сол есебін шығарып кете берсе, қазақ тілі мұғалімі сол жаттығуды орындап, тапсырманы орындап кете беру емес. Сол тапсырманың ішіндегі мүмкін бір өлеңнің бір тармақтарында, мүмкін өлеңнің бір шумақтарында бір балаға қажет дүниелер болуы мүмкін. Соған басты назарды аударта отырып, баланың өзіне сол жердегі мәселені тапқызып, ал бұл бүгінгі өмірде, сіздің өміріңізде кездескенде қандай шешім қабылдар едіңіз деген нәрсені өте көп баладан сұрау керек. Әр баланың пікірін бір-біріне тыңдату керек. Осы арқылы баланың бірнеше қабілеттерін ашуға яғни тапсырмалар арқылы. Тапсырмалар дайындағанда сіз балалардың жас ерекшелігі және балалардың білім деңгейі олардың өте үлкен рөл атқарады. Енді қараңыз, жалпы жаңартылған білім беру мазмұнының миссиясы баланы ойландыра отырып өмірге бейімдеу дейміз. Сонда ойландыра отырып дегенде біз қалай ойландыруымыз керек болады? Не арқылы ойландырамыз? Тағы да тапсырмаға келеміз бе? Әрине тапсырмаға қайта келеміз, өйткені бізде мына жаңартылған білім беру мазмұнында оқу мақсаттары бар. Бірақ сол оқу мақсаттарын орындату барысының өзінде біз ол тапсырманы жай ғана соның ішінде тірек сөздік табу болмаса, соның ішіндегі негізгі қосымша ақпаратты іздеп қана қоймай, сол ақпарат не туралы, ол ақпарат мен пайдама қалай асырамын, ол ақпаратта мен қандай ой түюім керек деген үнемі назарда ұстауымыз қажет. Және бізден қазақ тілі әдебиет пәні мұғалім болғандықтан, мысалы бізде әдебиетте өте мен жоғары сыныптарға берген соң көптеген жаңағы прозалық, поэзиялық шығармалар болады. Осы кезде тапсырманы беру барысында бірден оқушыға нақтылау керек. Қазір сіз оқыған жеріңіздегі осы бөлімнен сіз қандай мәселені көріп тұрсыз, болмаса қандай құндылықтарды байқай алдыңыз, сол құндылықтар сіздің бойыңызда бар ма деген екі не үш сұрақтан мәтінді оқымай тұрып тапсырма беріп қойсаңыз, мәтінді оқып болғаннан кейін әр баланың пікірін тыңдай білген кезде біз осы жердің өзінен құндылық деген дүниеге келеміз балаларға. Ол құндылықтар оның бойында бар ма? Мүмкін жоқ болуы да мүмкін. Өйткені бұл енді мұғалім болғандықтан осының бәрін біз байқай алуымыз керек, жол бағыттауымыз керек қой. Мен өткенде бір подкаст тыңдап отырсам, сонда психологтың атын ұмытып қалдым, өте белгілі адам солай айтып жатыр. Алдымен баланы біз еріксіз оқытпауымыз керек дейді.
ол үшін алдымен баладан рұқсат сұрауымыз керек. Рұқсат деген жоқ, былай айтып жатыр. Мен сіздерге қазір бір әңгіме айтайын ба? Балалар назарын аударады дейді. Кейбіреулер әдейі қырсап айтпаңыз деуі мүмкін дейді. Ендеше қашан айтайын, қай мезгілде айтайын, қай кезде айтайын деп сұрау керек дейді. Сонда баланы бізге сонда олар бұл кісі не айтар екен деген кісіге назарын аударады дейді. Одан кейін барып сабақ бастасаңыз болады дейді. Ол да негізі бір есте болатын жағдай. Есте болатын нәрсе, және бұл жерде баланың қажеттілігін ескеру деген нәрсе. Бала сол сәтте не қажет? Баламен ашық болу, баламен бірлесе әрекетке түсу деген нәрсені байқауға болады. Және біз жаңа сабақ жоспарын жаңағы көркем әдебиет арқылы құндылыққа келеміз дедіңіз ғой. Сонда біз сабақ тапсырмаларды құрастырған кезде біз бүгін тапсырма емес үнемі есте сақтауымыз ойлау дағдыларын деген. Енді бұл жерде мынау жаңартылған оқу бағдарламасының оқу мақсаттары бүгін тоқсанның несіне қайта келеміз ғой. Біздің өзіміз мысалы басталған кезде 2016-2018 аралығында бір курс өтсек, ол кезде ол ең алғашқы басталған сияқты болды. Бізде қателіктер болды, біз не түсінбеген жеріміз. Ал биылғы жылы мына 2022-2023 оқу жылында пәндік құзыреттіліктерді жетілдіру деген қайта курс өткен кезде күрделі мақсаттармен жұмыс жасадық. Біз қазір жаңа қырынан қарадық, қалай оқытып жүрмін, нені оқытып жүрмін деген нәрсені ортақ талқылау арқылы қайта бір өңдеп, қайта бір жаңалықтар енгізіп жатырмыз. Осындай әрекеттер арқылы жаңағы жасауға болады мүмкіндік бар бізде. Сонда мұғалім ең алдымен сабақ жоспарын құрастырған кезде ол оқу мақсатын таңдап алу керек. Алдымен мақсат, оқу мақсаты, одан кейін сабақ мақсаты, тапсырмалар құрастырамыз. Тапсырмалар құрастырып, тапсырмаларды ойлау деңгейін өзіміз нақтылап аламыз. Ойлау деңгейіне сәйкес. Балалар ойландыратын тапсырма береміз ғой. Ойландыратын тапсырма бергенде балалар ойланбай қалады екен. Олардың өйткені ол біз шәйнек деген нәрсені жұтып үйреніп қалған ғой. Дайын нәрсе. Ізденуге, ойлануға, әрекет етуге олардың тісі батпайды екен, тісі шықпаған. Сонда қараңыз, мен қазір бір 10 сыныпқа сабақ беремін, бұрын оларға сабақ беріп көрген жоқпын. Енді үлкен балалар, біреудің дайын өнімі ғой, бәрінің алдына келіп қойған. Біз әр нәрсенің бір соңғы өнімі болады, ол мысалы менің алдымда сабақ берген мұғалімдердің дайын өнімі, өздерінің көзқарастары бар, ой пікірлері қалыптасқан үлкен балалар енді. Оларға мен басқаша тапсырма берген кезде, ана үндемей отыратын үлгерген нашар оқушылар кәдімгідей ашылып, тапсырманы орындап, оларға мен подкаст бердім, подкастты да орындады, және зерттеу жұмысы деп тақырып бердім, оны да орындап жатыр, шамалар келгенше. Абайдың толық адам концепциясы. Сосын мен оларға біз 8 аяқты өттік, оған тапсырмалар әкелдік, оны өтті. Одан кейін балаларға мен біз енді зерттеу жұмысын жасаймыз, сіздерге мен 30 күн уақыт беремін, одан кейін зерттеу жұмыстарын тапсырасыздар. Сонда жаңа жұмыс істемейтін балалардың жұмыс істеуге кәдімгідей құштарлықтарын ояту. Алдымен бұл үшін құштарлығын ояту керек, құштарлығын ояту керек, сосын пәнге қызықтыра алу деген нәрсе бар бұл жерде. Сосын мынау негізі біз көбіне өзімізге ыңғайлы ортаны жасап аламыз, бірақ кей жағдайда мына бізде ауысым сағаттары болғанда бір басқа сыныптарға кірген кезде сіз ол оқушыларды тани бастайсыз. Сосын кейде бағаланып жатқаннан кейін пән мұғалім сіз жоғары балл қойыпсыз. Ол солына жұмыс жасады ғой дейсіз. Жоқ, ол жұмыс жасады, ол көрсете алды, ол жұптық жұмыста мен оны көрдім ғой деп, мысалы, бұрынғы өзінің пән мұғаліміне біз ой тастай аламыз. Өйткені біз ауысымға барғанымыз ол баланы танымаймыз, алдымыздағы баланы. Бірақ солармен әрекетке түсу арқылы ол мұғалімге де, ол оқушыда да мүмкіндік бар екенін жай ғана ұсыныс ретінде айта аламыз. Мен келісемін осы пікіріңізбен. Тағы да бір подкастта мен қазір ескендер Бестай деген педагог тренер, коуч, сол кісінің подкасттарын өте көп тыңдаймын. Өте жақсы ойлар айтады, жап-жас жігіт, енді өте білмеген. Сол кісіні тыңдап отырмын, сонда айтады, ол кісілер баға қойған кезде былай қойып, қазір баға мен баға отты біз ажыратылмай жүрміз ғой, сонда бағаны былай қоямыз дейді. 5 немесе әлі 5 емес. Сонда бала әлі 5 еместің жұмысын әкелген бір жұмысты олар 4-5 рет әкелгенде ең соңында нақты 100% 5-ке орындап алып келеді дейді. Сонда айтады, кәдімгідей балаға 5 десе, олар 5-тер кәдімгі арғай өспейді дейді олар. Өйткені мен бәрібір де 5-ті. Олардың міндеті тек 5 қана алу, ал енді әлі 5 емес десе, олар неге 5 емес? Оны басқаша істеп ол бала уже іздене бастайды дейді. Ол да бір жақсы тәжірибе екен, істеп көруге болады. Істеп көруге болады, дұрыс айтасыз. Баланың нақты бағасын білуге ұмтылдыру ғой бұл жерде. Ол нақты бағаны алу үшін өзін жасаған жұмысын қайта қарайды, қайта түрлендіреді. Жаңаша бір тәсілмен жасап шығуы мүмкін. Мүмкіндік береміз, баланың жаңағы таңдауға мүмкіндігі болады.
жасаған жұмыс болды, бағаланды. Әрі қарай жетпей тұрған жағын біз бұл жерде мұғалім ретінде, ұстаз ретінде оқушыға дұрыс кері байланыс бере білсек, осы жерден шығатын дүние. Және екіншіден бұл жерде дүние баланың кері байланысты қабылдай алуы деген нәрсе келеді. Кей жағдайда біздің балалар кері байланыс қабылдай алмайды. Ондай да балалармен кездесіп жүрміз. Кері байланысты сұрап тұратын балаларға кері байланыс бересіз ба? Бұл деген сөз мұғалім үнемі тұрақты балаға кері байланыс берген. Және де сыныпта оқушы бір-біріне дос ретінде кері байланыс бере алады. Ал кері байланысты беру ол тапсырмадағы нақты дискриптивтерден келіп шығады. Енді жұмыстың нәтижесі былай қараған кезде. Әр ұстаз енді осылай жаңағыдай баланы өзі ғана беріп емес кері байланысы, оқушыға, досқа, топта, жұпта бір-біріне кері байланыс бере алса, ол бала тұрақты кері байланысты өзі қалап тұрады. Кез келген жерде, кез келген әрекетінен, ол біз қазір мына сабақ процесі оқу үдерісіміз, ал көп жағдайда мына сыныпта болған, қазір біз сыныптағы жаңағы оқушылардың сынып сағаттарын форматына ауыстырдық қой, осы кезде өте қажеттіне кері байланыс деп айтар едім. Өйткені біз топтық жұмысты көп береміз, жаңағыдай қазір заманауи фото, видео, жаңағы түсіру деген тапсырмалар берген кезде, соның нақты критерийлерін қойып беріп, топтық бағалау жасап, болмаса жұптық бағалау жасаған кезде кері байланыс арқылы. Осы кезде олардың жаңағы пәнде ғана жүріп жатқан кері байланысы өмірде де кез келген нәрсеге кері байланыс алуға болады деген әрекетке алып келеді. Мен енді осы нәрсені қолдаймын, осылай жасауға тырысамын. Өзім жоғары сыныптарда сабақ беремін ғой, мүмкіндігінше баламен бірлесе жұмыс жасауға, 90 соңында қорытынды сабақтарды балалардың шығармашылығына беруге, сол кезде балалар шынайы бір 90 бойы өткен білімдерді қорытындылайды, бір-біріне топтық жұмыспен, жұптық жұмыспен бағалап жатады. Балаларға ұнайды енді. Яғни олар мұғалім мен оқушының арасында кері байланыс жүзеге асып жатыр, және оқушылардың өзара бағалау. Негізгі критериалды бағалаудың миссиясы сол негізі. Рахмет, сізге өте жақсы ой айтып жатырсыз. Енді қараңыз, мектептегінің барлығы мұғалім, бірақ ұстаз емес деген пікір естідім өткенде. Келісесіз бе? Келісем. Бұл пікір енді жиі айтылып жүр ғой. Ұстаз деген ол кім? Біз қазір ұлт ұстазы деп Ахмет айтамыз, Ахмет Байтұрсыновты. Ұлт ұстазы ең алғашқы мектеп ашқан, әрине ол Брайлов мырзамен атамыз. Ұлт ұстазы ол Мағжан. Ұстаз деп айта аламыз. Өйткені олар ұлт үшін қызмет жасай алды, ойын, пікірін еркін білдіре алды, соның нәтижесін көре алды. Олар шынымен де қазаққа бүкіл жас кәрі бала деп қараған жоқ. Бүкіл қазақ ұлтына ұстаз болады. Ұлтына қызмет. Ұлтқа қызмет ету. Ал біз енді қазіргі ұстаздықтан гөрі мұғалім дегенімізге келеді. Мұғалім үйретушіміз, бағыт берушіміз. Енді қазіргі заманда әр оқушының сырлас досына айналу керек деген келе жатыр ғой ұстаным. Дос бола білу. Өте жақсы ой деген нәрсе. Сондықтан енді мұғалім, бірақ сол мұғалім бейнесінде заманауи мұғалім, оқушымен бір толқындағы мұғалім болуға біз әрқайсымыз ұмтылуымыз керек. Ол тек жас маман ғана емес, кез келген мұғалім болып жүрген адам ол еңбек өтіліне қарамайды. Ол баланың үнін тыңдайтын, баламен бір толқында жүретін мұғалім болуымыз қажет. Біз бір толқында жүріп өткен қазір мысалы 2000 жылдан кейін туған балалардың барлығында Z ұрпақ дейміз. Мен оларды зерттеп көрдім, Z ұрпақтар олар қандай екен деп. Сонда біз олар негізі өте ақылды екен. Технологияны меңгерген, гаджетпен жұмыс жасағанды жақсы көреді. Және олардың бұрын мысалы сабақты жоспарлаған кезде балалардың назар режимімізге аудару үшін 2-3 минут болса, біз оларды 8 секундтың ішінде олардың назар режимімізге аударуымыз керек екен. Және олардың тағы бір түрі өте осал, сезімтал. Сондай болады екен. Содан кейін мынандай бір не болады да, біз мысалы 20 ғасырда өмір сүрген адамдармыз. Біз 21 ғасырдың балаларына өзіміздің ақылымызды былай тыңда деп соған қоймысында қаншалық дұрыс? Қаншалық дұрыс емес. Қазір таңда дұрыс емес. Бала бәрібір сіз таңып қойсаңыз сізді қабылдамайды. Ол бәрібір өзінің әрекетін жасау керек. Олар өз қалауын білетін. Не қалайды соны жасайды қазіргі ұрпақ, қазіргі бала. Өте ақылды, өте ақылды, оның ақылдылығына шек жоқ. Олар ақпаратты тез қабылдап, тез сұрыптап, өзіне пайдаға асыра алады. Ал біз деген ол біздің кезіміз, біздің заманымыз ба, біз ақпаратты өте жай қабылдаймыз, ақпаратқа мән бермей жатамыз. Біз ақпаратты алып сол жерде өңдемейміз.
кейінге қалдыра береміз. Біз ақпарат алдық, ары қарай оны пайымдап, бағалаған жоқпыз. Яғни сол кезде Бағалайтынымыз бар, бірақ жаңағыдай аз көлемде. Сондықтан бұған ақпарат көзі ғана болды ғой бұрын. Бердік қой, тек қана беруші бол, ал қазір енді осы ақпаратта тиімділігі неде, мен бұдан қандай нәтиже көремін деген нәрсе керек, қажет болды. Рефлексия керек. Любой кез келген нәрсеге рефлексия жасай алуымыз қажет. Білу, түсіну деңгейінде ғана жүрдік біз. Мысалы, қолданам деп мысалы тапсырма орындауымыз мүмкін, ары қарай талдау, жинақтау, бағалауға жетпеді. Негізі өткенде мен бір осы Bloom таксономиясы туралы бір материалдан қарап отырсам, I do деген бар екен, мен істеймін, екіншісі I feel деген екен, ол сезім дейді. Сонда көбінесе I do мен I know емес, I feel деген адам баланың сезіміне көбірек назар аудару керек екен. Енді пәнді баладан жоғары қою ең үлкен проблема дейді. Әрине келісемін. Пәнді жоғары қоюдан көрі бала жанына үңілу, баланы түсіну қазіргі таңда өте маңызды. Өте маңызды. Өйткені бізде қазіргі таңда кейде бала ата-анадан алшақ, мұғалімге жақын болуы мүмкін. Ата-анадан алшақ, ол достарына жақын болуы мүмкін. Сіз ол жерде сондай бір ішкі жан дүниесінде өзгеріс бар бала, ішкі жан дүниесі де өзін-өзі тани алмай қиналып жүрген бала, сіз он жерде математиканы жоғары қойсаңыз, биологияны жоғары, ол танымайды. Бірақ сіз пәніңізден бұрын баланы тануыңыз керек. Баланың ішкі жан дүниесіне үңілуіңіз керек. Баламен пікірлесу керек, сұхбаттасу керек, жеке қарым-қатынасқа түскен кезде бар, ол сіздің пәніңізге келетін болады. Сол эспинопест айтады, бір сабақты жалғастырып түсіндіріп жатыр, бастаушында бір заманда қарасам, бір бала отыр алдымда, ол осындай үлкен кітапты оқып отыр дейді. Соның ішіне еніп кеткен дейді. Ол бала уже финишқа жетіп қойған ғой дейді. Біз енді солай бала өздігінен кітап оқитын тұлға дайындауымыз керек пе? Ал бала финишқа жетіп қойған. Егер мен пәнді балаға жоғары қойсам, сен не оқып отырсың, ұрсар едім дейді. Мен ойын бөлген жоқпын дейді. Баланың дамуына мүмкіндік. Тағы да бір сабақ түсіндіріп тұрсам дейді, екі бала табиғат құбылысы туралы тақырып, екі бала әйнектің алдында өзара не тұр. Қасына барсам, олар осы Астанада дала аппақ қар дейді, мираж сағым болады ғой, сағымды соны екеуі соны талқылап тұр. Бір заманда мен бар, не істеп тұрсыздар, оны талқылап тұрмыз, бүкіл сынып болып оны талқылап, оларды талқылау арқылы біз тақырып алып келді. Өте дұрыс педагог деген тренер. Көре білді, сол сәттегі балалардың қызығушылығын екі оқушының қызығушылығын жауап жасамай, қайта оны әрі қарай оятып, классы соған жұмылдырып, барып, оларды сабаққа алып келді. Бұл енді мұғалімнің шеберлігі деп айтуға болады ғой. Дәл осындай сәттер өте көп болу керек мұғалімдерде. Біз кіреміз де болды, менің сабағым, не отырсыздар, шулама, тап-тәптерді ашып келеміз. Көп жағдайда осылай жүріп жатады, оны балалар айтып жатады, балалармен пікірлескен кезде. Мүмкіндігінше бірінші барған кезде баланың көңіл-күйіне, классқа қарап, бір ауыз сөзбен болса да, көңіл-күйлеріңіз қалай, дайынбыз ба деген, бір ауыз сөз. Ол сіздің әр кетсе 30 секунд уақытыңызды алуыңыз мүмкін. Сол кезде ауыз шолып өткен кезде баланы байқауға болады. Соны қарай жұмыс жүреді. Ол бұрын еді, былай отырады, мұғалім шуламау керек, қазір бала шулау керек. Еркіндік болу керек. Мүмкін ол сол сәтте өзінің бір мәселесін ойландырып жүрген, талқылап жатқан шығар. Оны да назарға алу керек, ескеруіміз қажет қой. Біздің балалар әбден біздің мұғалімдерге үйренген ғой, олардың еркіндікті де басқаша қабылдап жататын. Қазір 10 сыныпқа салып тұрмын, соларды айтып жатырмын. Балалар өте ақылды. Екінші тоқсанда басқа алгоритмге көшу, анау зерттеп көрдім, өзім жұмыс шығардым, басқа жұмыс жасап көрдім, ол қалай болады деген көреміз енді. Жақсы. Енді қаталдық біліксіздіктің сипаты дейді. Кейін мұғалімдер өте қатал болатын мұғалімдер бар, балалар біз өзіміз қорқып кетеміз, мұғалімдерге қаталдық еріммен баланы өзіне бауырлауға болады ғой, қаталдықпен емес. Әрине, бұл пікір, бірақ енді осы қаталдық десек, сол қатал мұғалімдерді ренжітіп алуымыз мүмкін. Бірақ дегенмен де қазіргі таңда байқасаңыз, мысалы менің стажым 30-дан асты болды, 31 жыл болды. Бұрынғы Гүлнар мұғаліммен қазіргі таңда Гүлнар мұғалім арасы аспады. Мен де қатал болғам, қаталдықты жақсы көрдім, шыбыныңыздың естілмейтін аудитория болу деді. Қазір мүлде олай емес. Қазір менің сабақтарымызға кірсе, менде еркін, балалар сөйлеп отыруына мүмкіндік, күлуіне мүмкіндік беремін. Адам өзгеру керек. Өзгеріс бұл қажет. Заманына сай өзгеру керек. Әзілдейтін кезде баламен әзілдей білу керек. Жұмыстың түрін, форматын ауыстыра білу керек.
ол тек отырып тақтадан көшіру болмаса отырып алып мені тыңда деген ол нәрсе кетті ғой. Ой еркіндігі деген нәрсе мұғалім де еркін болу керек. Мұғалім өзі еркін болған кезде бала да еркін болады. Ал еркін жерде нәтижеге оңай жетуге болады. Сондықтан енді мынау қазіргі кезде барлығы да өзгеріп жатыр ғой, әр мұғалім өзгеруге тиіс қой енді. Сондықтан қазір бұрынғы қаталдықтан гөрі қазір жаңағы баланың жанын түсінетін мұғалімдер көбейіп жатыр. Көбеюге тиіс екенін мойындатып жатырмыз. Өзіміз бір-бірімізге үлгі болу арқылы біз әрине өзгеріс жасап жатырмыз ғой. Мейірім деген нәрсе ол әрине мейірімді ұстазды бала қабылдайды. Оның ол тұлға ретінде қабылдай алады бірінші. Сіз оқушыға мен айтар едім, тұлға ретінде баланы қабылдатсаңыз, сіздің пәніңізге ол қызығады, сіздің пәніңізді жақсы көреді. Тұлға ретіңізде бойыңызда не бар? Егер сіз қақиып келіп, болды, отыр дей берсеңіз, бала сізден алшақтай береді. Алшақтаған соншалық сіздің пәніңізді мүлде оқымай қойды. Ал әрі қарай не істейсіз сіз? Көрдіңіз ба? Осы сәтте ол қатал мұғалімнің өзін ойландыруға алып келеді бұл әрекет деп айтар едім. Мен де қатал мұғалім едім, бірақ қаталыны балаларға ұрыспайтын едім, бірақ менің сабағымда балалардың тыныштап тапсырма орындайтын едім. Небір оқушылар, мысалы, ұзақ оқушылар менің сабағымда тыныш отыратын. Сонда менің бұрынғы әріптестерім айтатын, Серік, сен қандай дұға оқып қой, мыналар неге тыныш отыр деп. Сосын бір оқушым, қазір қазақ мәдениеті мұғалімі, сол айтатын, Серік апайдың несін ұстанымын енді білдім, ол кісі бізге тапсырманы үйіп беріп тастайды, біз сонымен шулай алмайды екенбіз ғой деп айтады. Қазір мүлде басқа, мен қазір өзіңіз секілді өте жұмсақ, сондай бір мұғалім, мен өзім сөйтіп ойлап жүрмін деп. Енді қараңыз, тозбайтын қабілеттер деген бар дейді. Ол қандай қабілеттер, тозбайтын қабілеттер деген? Баланың бойында тозбайтын қабілет болу керек, біз соны баланың бойына сіңіруіміз керек дейді. Тозбайтын қабілет, былай қарасаңыз, ойланып жатырмыз ба? Тозбайт деген ол баланың өн бойында бала болғанда да, есейген кезінде де, өмірге үлкен өмірге қадар басқан кезде ол қабілет оның бойында қалу керек, қалыптасу керек. Енді ол бірінші әрине құрмет деген нәрсе деп ойлаймын. Құрмет қай кезде де. Екінші жауапкершілік алу. Жауапкершілік өзіне алған адам ол қабілет қажет. Өйткені ол кез келген жерде жауапкершілік алса, ол өзін тұлға ретінде дамыта алады. Былай қараңыз, мен солай ойлаймын, көп жағдайда осы жауапкершілікті көп айтамын, құрметті айтамын. Құрмет, қарапайым болу адамды өсіреді. Қарапайым болу, кез келген нәрсені жаңағыдай жауапкершілік ала отырып атқарған кезде ол нәтижеге алып келеді. Құрмет, адамның ешкілер, ментальды қабілеттер, олар ешқашан тозбайды. Ал енді жаңағы технологиямен жұмыс жасау, компьютермен жұмыс жасау, гаджеттермен жұмыс жасау, олар тозатын қабілеттер. Өзгеретін технология әсері мүмкін, олар өзгеретін қабілеттер. Ал жаңағы адамның жан дүниесінен шыққан қабілеттер, бойындағы құндылық ол адамды тұлға ретінде тозбайды. Ол сол бойында қалыптасады, ол пайда әкелетін қасиет деп айтуға болады. Былай қараған кезде. Өзіне де, бірінші ол өзіне пайда келсе, өзінің тұлға ретінде оның өзіндік ойы, өзіндік көзқарасы, өзіндік жаңағыдай әрекеттері болса, ол қоғамға да пайда келеді. Бізде кейде әттеген-ай деген тұстар көп болады. Қазір біз кінәлап жатамыз, жастар кінәлі, оқушылар осындай, бірақ оқушының бәрі ондай емес. Неге оқушы солай болып кетті деген ар жағындағы мәселені қарағымыз келмейді, мәселені көргіміз келмей жатыр. Біз содан өтіп кеткіміз келеді. Мұғалім тұр ғой оның артында. Иә, ол нәрсені мойындауымыз керек әрине енді. Балалар сауатсыз, балалар бұрын секілді кітап оқымайды, балалар сондай бұрынғы балаларны жақсы етеді. Мен оған келіспеймін. Біз балаға нені үйретеміз, олар соны қабылдайды. Яғни бала сауатсыз ба, өзімізбен жұмыс жасауымыз керек. Иә. Бала кітап оқымай ма, өзімізбен жұмыс жасауымыз керек. Біз оның қызығушылығын арттыра алмай отырмыз. Иә, дұрыс айтасыз. Мен келісемін. Енді сіздің де өте білікті мұғалім екеніңізді мен курста жүргенде байқадым, иә, сіздің. Мысалы қысқа мерзімді жоспар құрастырған кезде тапсырмаларды қалай сұрыптайсыз? Өзіңіз бір изюминкаларыңызды қайда айтеді ғой қазір? Изюминкаларыңызды ма? Ең алдымен сіз не дайындап аласыз? Мен негізі бұрын тапсырма немесе ол кітапты алып, кітапқа қарап жүреміз ғой. Ал негізінде енді қазіргі таңда TikTok деген нәрсе бар. TikTok'та отырамын. TikTok'та отырғанда жай отырмын, TikTok'та
бір әдіс тәсілдер болып жатады. Ол әдіс тәсілдерді байқасаңыз тиктокта көп жағдай жас мамандар беріп жатады. Қыздар, жігіттер, керемет, мен мынаны былай пайдаланамын, мен мынаны былай пайдаланамын. Сосын көремін, өзіме сақтап аламын да, сосын ойланамын. Мен осыны қалай келемін, мен бұл қай тапсырмама сәйкес келеді деген нәрсені қарастырамын да, сосын тапсырманы ашқан кезде сол тиктокта көргенімдей жасағанда бұл балаларға өтімді болады. Ол тиімді болады. Және де мүмкіндігінше сабақта жеңіл беруге тырысамын, күрделендірмеймін. Өйткені балада дағды болу керек. Сол тапсырманы орындайтын жұптық жұмыс па, ол бірлесе орындайды. Топтық жұмыс па, жеке жұмыс па, ол нені біледі. Жеңіл болу керек та, күрделендірмеу керек. Көп жағдайда осы жаңа әріптесіммен пікірлескенде осы нәрсені тиімділігін қарастырайық. Бірінші не тиімді болады? Және қарапайым жасауға. Жұмысты жеңілдету керек. Но бірақ балаға беретін дүниені оқу мақсатынан кетпейді. Бала алатындай болу керек деп айтамын. Сабақта енді сол дағдыға келуге тырысамын. Және мына біз енді болады ғой, ашық сабақта жас мамандар келген кезде сол өзінің тұрақты жүйеге түскен жұмыстарды көрсетуге тырысамын. Сондай бір енді нем бар. Ол сосын мысалы бір әдіс тәсілді алдым ба, бір тапсырмалар жүйесін, мәтінмен жұмыс па, тұрақты сол мәтінмен үнемі. Мысалы қазақ тілінде бар, ол әдебиетте де бар. Тапсырманы тыңдатам, бір жайдан тапсырма тұр, 2 маңызды ақпаратты жазамыз. Сіз үшін маңызды болған 2 ақпаратты жазып қойыңыз. Бала оқып болады, 2 маңызды ақпарат. Енді қараңыз, қарапайым ғана дүние, былай қарасаңыз. Енді жұпта отырмыз, алмасыңыз, өз ақпаратыңызды оқыңыз. Оқиды, екеуі салыстырып, одан кейін әрі қарай. Ал енді балалар, осы 2 ақпарат жұпта кімдерге сәйкес келді? Бұл көтеріңіз. Балалар, менде. Ал енді бір ақпарат сәйкес келген оқушы, тағы да менде. Мүлде ақпарат сәйкес келмеген балалар. Осылай қараңыз, барлық баланың сіз жұмыс жасағанын көре аласыз. Бұл біріншіден баланың жеке өзін сұрау емес, жұпта талқылаған кезде ол идея алады, ақпарат алмасады. Және өзінің жұмыс жасай алдым деген сенімін оятады. Және бүкіл класста көзбен көресіз. Былай қараңыз, қарапайым дүние. Өте қарапайым дүние. Кешеде біз жас мамандармен бір осындай кездесу болды. Сол кезде осы техникаға салып көрсетіп жатырмын ғой. Не айтады? Ол үшін бір нәрсені жабыстыру, бір нәрсені шығарып қою, ол үшін тақта деген нәрсені айтып жатамыз. Қарапайым дүние. Сіз мәтін, ол барлығыңызда бар мәтін. Барлықтан ғой, барлығымызда мәтін бар. Бірақ мәтінді осылай бір неге салсам бала. Не істейміз? 5 ақпарат жазасыз. Не жасаймыз? Мәтінді оқисыз, 2 құндылықты көрсетесіз. Көрдіңіз бе? Құндылық деген нәрсені тағы береміз. Жазады, екеуі салыстырады, 2 құндылық. Сәйкес келген құндылықтар. Ол балалардан мәтінше көре алдым. Сәйкес келмеген, ол басқа құндылықты көрді. Сіз көрмеген құндылықты көрді. Көрдіңіз бе? Деген кезде балалар бәрі жұмыс істеген, бір-бір кімнің қандай жұмыс істеген көре алады. Және жұпта бір-біріне сенім оянады. Осындай дүниелер бар. Бір-бірінен үйренеді. Мына жерде былай істеуге болады екен. Өзіңізге ұнаған ақпарат жазып алыңыз, мысалы. Өзіңізге болмай қалған, үйренгіңіз келген құндылықты досыңызға айтқан жазып қойыңыз, ақпарат толтырыңыз. Былай қарасаңыз, қарапайым ғана дүние. Бірақ осы қарапайым дүние жасау арқылы баланың пәнге қызығушылық артады. Баланы мен де жасай алдым, мен де білдім деген дүние. Және еркін қол көтергенде сіз баланы көресіз. Осындай бір сәттерді айтуға болады. Нақты әрекетке жұмыс жасайсың да, мен ол күнде бар бана неше түрлі қағаз шығарып қойып білемін, болмаса тақта бір сыныпта тақта істейді, бір сыныпта тақта істемейді, бір күн келеді, осындай болады. Не істейміз? Сол үшін осындай бір өзіндік изюминка дейді ғой, сабақтың алып шығатын дүниелер дайын болу керек. Ол кеше жас мамандарға айтып жатырмын ғой, сіздің өзіңіздің бір фишкаңыз болу керек сабақтың. Үнемі тұрақты жүйеленген сол класс сол нәрсені алып кететін дейді. Сіздің жас болғанда бүкіл сабағыңыз керемет болмауы, бірақ сол сабақтың бір сайты болады. Келген адам көрсетсеңіз, деп мысалы сол арқылы біз сізді алып шығамыз. Енді сондай өзіндік жаңағы енді жинаған пікірім, практика. Сіз солай тапсырма берген кезде, олардың үшін оқшау ойлайтын баланы ешкім таппаған, өзінің бір ойнайтын баланы сіз оны байқай аласыз. Сынып байқай алады. Деген ой келеді. Оқушыда ерекшеленуге тырысады. Тырысады. Мына сұрақ қою дейміз ба, мысалы дұрыс сұрақ қоя білу, ол жарты білім. Немесе баланы сыни ойландыру, ол дұрыс сұрақ қоя білуден басталады дейді.
осыны қалай жүзеге асырып жүрсіз қазір? Сұрақ қою деген сұрақ қойылу керек. Біздің пәнімізде мысалы қазақ тілінде сұрақ қоймай сабақ өту деген мүмкін емес, не ғой? Бірақ сұрақты дұрыс қоя білу, дұрыс бағыттай алатын сұрақ қою, ой түрткі болатын сұрақ қою, мысалы сабақтың басталған кездегі тақырыпқа әкелетін сұрақ. Ой түрткі сұрақтан біз сабақ бастауымыз керек. Иә, дұрыс айтасыз, ой түрткі сабақтан бастауымыз керек. Сосын көп жағдайда бағалау жатамыз ғой, баға беріңіз деген дүниені көбіне сұрақ арқылы әкелеміз ғой, қалай бағалар етіңіз. Бағалау барысында сіз қандай ой түйдіңіз, мысалы, деген кезде, осындай берген кезде, үнемі бұны беру керек. Сол кезде балалар неше түрлі пікір айтады ғой. Ол сол қарсы пікірде болуы мүмкін, да? Айтып болғаннан кейін сіз ешнәрсе айтпайсыз ба, сіз комментарий айтпайсыз ба осы пікірге деп, балаларда сондай бір қызығушылық оянып жатыр, мен айтамын. Жоқ, айтпаймын, өйткені әркімнің пікірі мен үшін құнды. Мен сұрақты қойдым, сіз жауап бердіңіз. Дұрыс берді ма, бұрыс берді ма, бірақ ол сол сұрақтың жауабын берді ғой. Өзінің көзқарасы арқылы берді. Мен оның көзқарасын құрметтеуге тиістімін. Сіз де құрметтеуге тиістісіз. Өйткені ол өзінің дәлелімен беріп тұр ғой. Неге біз тыңдамаймыз? Үнемі бір жақты ой пікір дұрыс болады деген, ол да қате дүние ғой. Қателесуіңіз мүмкін. Сіз ол жауапты қайта қарап көруіңізге мүмкіндігіңіз бар деп, балалардың өзіне ой тастап жібересің сұрақтан кейін. Сұрақ жауапсыз қалмау керек. Сұрақ жауапсыз қалмау керек. Екінші сұрақтың жауабы болғаннан кейін ол сұрақтарға кері байланыс міндетті түрде беруге тиіссіз. Ал мен керісінше былай жүрмін, балалар мысалы мәтінді оқиды, мәтінді оқиды. Өздерім, бұның тақсынан сұрақ жасақтыруға қарастырыңыздар. Енді олар соны қарастырып отырып, қазір басқа балалар сұрақ тұрсаң келсе, аға, бұл сұрақ емес, тапсырма болып кетті дейді. Кәдімгі сондай деңгейге жетті. Алғашқылар көбінесе. Мысалы, білесіз бе, содан кейін мысалы түсіну себебі неден деген секілді қолдану, егер сіз болсаңыз не істер едіңіз. Ал одан кейін талдау. Ол талдауға келгенде балалардың бәрі қинала келеді. Өйткені олар ұқсас нәрсені алып салыстыру керек. Яғни талдау дегеніміз ол зерттеуге бағытталған сұрақ болу керек. Жинақтау, мысалы жаңағы өзіңіз айтып отырған, не түйдіңіз, немесе осы проблеманы шешудің қандай жолдарын ұсынар едіңіз, ең соңында бағалауға келіп жатыр. Ендеше мен тек олар айтатын сұрақ құрастырыңыздар деп, сұрақты құрастырған баланың жауабы біледі деп ойлаймын да, жауап айтқызып жүрген жоқ, сұрақ беріп сұрақ болған жерде жауап беруге түскен. Сосын мен мынандай нәрсені көбірек пайдаланамын, мысалы талқылау сұрақтары деп айтамын, неге алтын неліктен сұрағын құрастырды мәтінге. Неліктен деген сұрақты құрайтын бала, ол мәтінді оқыған бала ғана. Кейде үш-ақ сұрақ құрайды, сосын жауабын жазбайсың дейді. Жауабын жазбайсың, сіз оны оқығаннан кейін сұрақ қойдыңыз дегенде жұптық жұмысқа жібереді. Жұптыққа жіберем, жұпта алмасақ та бірден жауабын жазады. Көрдіңіз бе? Бұл да жұмыстың бір түрі. Екіншіден, ана сұрақты оқи отырып, жауап жазған кезде ол қайталау жүреді. Ой жүреді. Ана жерде жаңағы талқылау сұрақ арқылы мәтін талдап шығады, былайша айтқанда. Ауызша айтқыза бергеннен гөрі жазған кезде балада ой басқаша келеді. Және де тәртіп мұғалімдердің жас мамандары не айтады деген оны айтып қойдыңыз негізінде. Өмір сүрудегі қағидаңыз қандай? Өмір сүрудегі қағида ма? Өмір сүрудегі қағида деген кезде бірінші өмірді сүю керек қой. Әр адам өмірге ғашық болу, өмірді сүю керек, өмірде өзіне не қалайтынды білу керек, және адам өзгеріс жасай алу керек. Адам өзі өзгерген кезде ол әлемді өзгеруге үлес қоса алады деп айтар едім. Ал мұғалім ретінде өзгеріс деген енді, өйткені біз өзіміз өзгерсек, біз біріншіден ол отбасына пайда келесің, өзіңнің тұлғалық өзгерісің болады. Екіншіден, сен болашақ ұрпақ тәрбиелеген оқушыларының алдында оқушыларға жақын боласың деп айтар едім. Сізде өзгеріс болғанда ол оқушыда байқалады, әсері болады. Сонда қараңыз, жаңа айтып отырмыз ғой, сіздер қиындатпау керек тапсырманы деп, сонда мұғалімнің негізгі міндеті ол қиын дүниені жеңілдетіп беру керек. Өйткені Баянғали ағаймен сұхбат болғанда ол кісі солай. Ол кісі солай айтады, үнемі. Қарапайым беріп, түсінікті болсын, қолжетімді болсын. Негізі біз осыған келе жатырмыз ғой. Смарт мақсат құрған кезде оның ішінде қолжетімді деген бар. Қолжетімді болу керек тапсырма. Кейде былай өзімізге кері анализ жасап жатқан кезде, бұрынғы кезде қалай күрделі бергенбіз, қалай қиындатқанбыз,
сол кезде осы технология болғанда деген ой келеді. Енді қазіргі мүмкіндік бергенде мүмкіндігінше балаға қолжетімді болуы, мүмкіндігінше баланың орындай алуына, баланың мынау мотивациясын, уәжін жойып жібермейтіндей болу керек. Ол оқып келді ғой осыған дейін, неге соңына келген кезде сол нәрсеге жете алмай қалды деген нәрсе біз ойлануымыз керек үнемі. Біз қиын тапсырма беріп аламыз да, бұл өзімізді керемет сезінеміз деп айтады ғой. Рас, мойында керек. Өзімізді кереметтігімізден тапсырманы қиын қылып беріп, балалар оны орындай алмай отыр деп сондай. Сосын барып өзіміз қиналамыз, білмейді. Неге білмейді? Біз дұрыс берген жоқпыз. Біз соны мойындауымыз керек та. Сосын біз кейде мынандай жағдай ғой, мен өзім істедім, өзім білем болып кетеміз да. Ешкіммен пікірлеспей қаламыз. Біз бір тапсырманы орындадық па, мысалы сіз параллелі бар ғой, сен сыныпқа бересіз, онға бересіз, ол мұғалімдермен мына тапсырманы жасап едім, қарап шығыңызшы деген нәрсе өте нәтижелі болады. Бірлескен жұмыс, иә? Бірлескен жұмыс. Біз енді көп жағдайда БЖБ, ТЖБ-ларды дайындап жатқан кезде жасаймыз, сосын қарап шығайықшы, мынандай тапсырманы деген кезде кейде болады. Күлген жасайды әріптестеріміз бар, сосын айтады, әй, мынау артық болады. Мен мына жерде былай көрдім. Мен оқушының қабілеттері, оқушының деңгейі, мен мына тапсырманы былай түрлендіремін дейміз. Сосын әркіммен өз пікірін өзгерте аламыз деп, дұрыс айтасыз, шынымен артық болып кетіпті деп. Сондай бір талдау болу керек, талқылау болу керек. Өйткені қазір жеке жаңағы тапсырма жасағаннан гөрі топпен бірлесе талқылай отырып жасаған тапсырма тиімді нәтижесін береді. Өйткені айналып балаға білім беру ғой. Баланың білімді болу, баланың сауатты болу деген әңгіме ол әрине мұғалім ғана әрқайсымыздың мойнымызда тұрған жүк. Қандай оқушының тұлғасын көрсетіп, оның артында мұғалімнің өзі тұрғанын ұмытпау керек, иә? Иә. Әрине, ол солай ғой. Сондықтан кейде өйткені айтады, балалар диктант жаза алмайды. Диктант жаза алмау деген ол оның тыңдалым дағдысы жоқ деген сөз ғой. Егер тыңдалым дағдысын мұғалім өз қалыптасса, ол жасау керек мысалы. Содан кейін тағы да бір не, мұғалімнің ойында негізі мынандай сенім болу керек. Үш сенім. Ең бірінші мұғалім өзіне сену керек екен, өзінің пәніне сену керек екен. Пәнін жетік меңгергеніне, пәнімді мен толық білемін деген сондай сенімділік болу керек екен. Екіншісі, өзінің жаңағы сабақ барысында пайдаланып жүрген әдіс тәсілдері, ол жұмыс жасайды. Бұл өте тиімді. Үшіншісі, менің алдымда отырған оқушы, мен қандай тапсырма берсем де ол орындай алады деп соған сену керек. Осы үш сенім ұялаған жүрек, осы үш сенім бар мұғалім, ол нағыз мұғалім деп. Осындай пікірді де өткенде естідім. Мен оған толығымен келістім. Бірақ енді мына үшінші былай айтып қалыңыз, әдіс тәсілдерді менің оқушыларым орындай алады. Мен осы жерге мынандай бір түзету тапсырмалар орындай алады. Бірақ сіз оны, егер сол әдіс тәсілді бірінші рет қолданып көрсеңіз, сіз сол жерде, мысалы, бір сыныпқа беріп, бірнеше сыныпқа бересіз, бір сыныпқа бердіңіз, келесі параллельге үшеуін салыстырасыз. Қай сынып қабылдап, үшеуі де қабылдап, үшеуі де нәтиже берсе, бұның тиімділігі бар, сіз бұны қалдырасыз. Ал егер үш сыныптың екеуі қабылдай алмай, ол бір жаңағы жүрмей қалып жатса, оның жаңағыдай оны ауыстыру керек болады. Оған бір өзгеріс енгізу керек болады. Оған бір түрлендіру керек болады. Осылайда сараптау керек. Мен көп жағдайда солай жасап жатамын. Бір тапсырманы жасаймын, бір техниканы мысалы алдым ба, бір әдіс тәсілді. Мына 9 аға да өтем, 9 неге де өтем, 9 з-ға да өтем. Сосын барып үшеуін қойып, қалай болды? Қай сыныпта не дұрыс болды, не дұрыс болмады? Егер тиімді болса, мен сонымен 3-4 сабақ қатар өтуге тырысамын. Ана классым. Ал егер тиімсіз болса, жарайды. Бұл нәрсе менен өтпеді. Мен оны қайта балаға апарып тапсырманы жасата бермеймін. Жақсы алып қоя қоямын. Алып қойып басқа әдісті аламын деген сияқты. Егер соны мысалы ең бірінші жасаған кезде, ол жаңағы тиімсіз деп айтып жатырсыз ғой. Оны қайта орындатқан ол дағды қалыптасып барып, соны қайтадан орындап кетпей ме? Ол енді қалай айтуға болады? Қайта кейде бір қабылдамайды балалар тапсырманы. Қазір баяғыда бізге бергенбіз карточка, перфокарта берген ойбай, перфокарта біз сұмдық не болды баяғы. Соны алған күні, соны орындаған күні, сондай бір бақытжан еді. Қазір балалар таңғалдырмайсың, кейбір балалар қабылдамайды. Сосын технологияны бізден жетіп сосын қабылдамайсыз, ол тапсырманы күрделірек болды ма, ол тапсырманы мен түрлендірем. Болмаса басқаша форматта алып келем, жеңілдетіп алып келем. Ал егер тез кетсе, балаларға ұнаса, балалар өздері соны келесі жол тағы орындаймыз осылай тапсырма, келесі сабақ тағы жасаймыз ғой деген болады, өзінен көріп тұрасыз, оны сіз өткізе бересіз, сосын ол сіздің бір фишкаңызға айналады сабақтағы. Кез келгенде соны біраз өтіп барып басқа әдіс тәсілге көшесіз, қайтып келіп өткен кезде балалардың дағды бар ғой, бірден ол тапсырманы
жаңағы уақыт оздырмай тиімді нәтижесін береді. Мен 5-ші сыныпта әдебиет сабағында кімнің Қуандық Пазылович деген жоқ, Қуандық Мишуров. Сол кісінің көркем сөздің қуаты деген бір кітап бар. Сондағы сол кісінің әдістемесін қолданып көбінесе. Сонда ол кісінің несі балалардың сөздік қорын молайтуға көбірек мән береді. Біз ертегілер жағынан мысалы оқи саламыз ғой. Кендебай ертегіні оқысымен Кендебай ертегісі міндетті түрде сол кісінің әдістемесін өткіземіз. Сонда ол кісі айтады ғой Кендебай мысалы ай сайын сағат сайын ертеді, сағат күн сайын ертеді, сағат сайын ертеді. Сонда былай сұрап ертеді балалардың үйде кішкентай бөбелеріңіз бар ма, інілеріңіз бар ма? Иә, бар. Олар қалай өседі, күнде өсіп жатыр ма, сағат сайын өсіп жатыр ма? Олар жоқ деп айғайлайды. Сол кезде не көрдіңіздер ме? Кендебайдың ерекшелігі осы. Бұл мысалы өмірде болмайтын нәрсе, бұл қиял ғажайып. Сол кезде сондай балалар өздеріне шығартып алып, қорытынды, түйінді. Содан кейін мысалы балалар сөзді дұрыс қолдана білуіне ол кісі өте мән берген. Мысалы біз айтамыз, Кендебай қандай бала? Кендебай мықты, батыр болу үшін мысалы соғысу керек. Мықты болу үшін ол қандай қасиеті бар? Мейірімді болу үшін ол не істеу керек? Сол іс-әрекеттің әрі бұл Бітібаеваның технологиясынан логикалық модель жасаған кезде, мысалы кейіпкерлер жазған кезде әр іс-әрекеттің әрі сипаттаушы едік қой. Ана кісіде сол бар. Мысалы жетібасты Айдаһардың басын шабады ғой, мысалы Кендебай. Бұл жерде Кендебайдың қандай сипатын көрдіңіздер дегенде, балалар ой батыр деп айтып жатыр. Бұл жерде сонда жылдамдық, шапшаңдығы, ептілігі, тез өткен, сонымен қатар оның ержүректілігі. Қараңызшы сіз қорықпай батыр. Бірнеше қасиетті санамалау, бірақ біздің балалар осы жерде батыр, осы шыққан айтады да, сол кезде мүмкіндік беру керек балалар. Тағы да ойланып көрейінші, тағы не көрдік деп, кей жағдайда біз асығамызда сол жақсы батыр деп қойған. Не шындығында ол жерде осы сөздерді, синонимдес сөздерді балаларға айтуға мүмкіндік беру керек. Білмей жатса көмектесу керек, жетелеу керек. Бұл жерден тілдің байлығы біздің ерекшелігімізді көрсетеміз ғой. Мысалы торсық шекелі ұлт туды. Торсық не екенін білесіз? Қаланың балалары білмейді. Ауылдың балалары торсық деген. Мысалы торсық деген көлемі мысалы 3-5 литр сыйымдылығы бар. Соның ішінде жазда мысалы ішіндегі салқын болып сақталады. Торсығында бір шекесісінде 3 литрлік мынандай үлкен торсықтай болса, екінші шекесінде ол қандай болады? Ол алтын. Мысалы 15 метр шыңыраудан атан түйені суырып алды. Бұл жерде оның күштілігі, күші көптігінде. Сонда сөзді балалар сонда ретімен, орнымен қолданатын дұрыс. Және сөзді қорым болайық дейді. Қардың қандай түрлері бар? Балалар қар жауды, айтпақ қар. Қарға мысалы ұлпақ қар, мамық қар, қасап қар. Қасап қар деген мысалы бірден ішіп қойған қатты қар бар мысалы. Қардың түрлері, жүрістің түрлері, күлкінің түрлері, жымиды, немесе қарқылдады. Мырс етті. Негізі осындай тапсырмалар көпшілігі зерттеуге, ізденуге берсе керемет нәтижелі болады. Қазір мына орыс тілді балаларды сөздік қорын молайтуға қазіргі білім саласының бір кемшілігі айтсаңыз, бар ма кемшілігі? Әрине, бар ғой. Қазіргі білім саласы дегенде біз көп жағдайда бар бізде кемшілік. Әлі жойылмай тұрған дүниелер көп. Мысалы, мұғалім ретінде қараңызшы, бізге тапсырма сырттан өте көп келеді. Енді қалай айтып жүйелі, жүйесіз, қатысы бар, қатысы жоқ, кейде келеді де фото, видео атшы. Мұғалім ретінде сен өзің жоспарың бар. Жоспарлы түрде келе жатасың. Ол енді жоспардан тыс бір жар тапсырма болса, біз оған ренжімейміз. Ол соның қажеттілігі. Бізде үстіне қатысы бар да, қатысы жоқтар келеді, төпеп тастайды, оған ешкім жоқ деп айта алмаймыз. Қарсылық білдіреміз, бірақ жоқ деп айта алмаймыз. Осындай үлкен кемшілік бар қазір. Еркіндік жоқ қой енді былай қарағанда. Еркіндік жоқ. Болмайды. Мен жасамаймын десем жоқ жасайсың дейді. Ол қағаз келді, тапсырма берілді дейді. Менің қолымда бұйрығым бар деген әңгіме бар ғой бізде қазір. Мен осыған кейде қарнымыз ашады, ренжиміз, өзара әріптестер айтамыз, сосын бәрібір біз соны істейміз. Неге біз сондай жоғары жақтарға жеткізбейміз? Сондай оны үнді жеткізейін десең, неге сіз деген болады ғой? Неге сіз? Неге маған келіп айтпадыңыз? Сіз жазбай қоймадыңыз ба? Жасамай қоймадыңыз ба деген тағы әңгіме. Бұрынғы кемшіліктердің көпшілігі жойылды ғой. Қазір мұғалімде артық қағаз дегенмен қағаз жазып жатырмыз. Біз биыл қағаз басты болды. Көбейді қағаз. Аймағымның мырзаның кезінде көп неден арылып едік. Арылғанымыз азайған. Электронды түрде қазір қайтадан біз бастап жатырмыз.
қағаз сұрау көбейді. Бірақ енді мынау сенбіліктерге шығу, артық жұмыстың бәрінен ада болдық. Жиналыстарға бару, бұрын енді ретсіз зал толтырумен айналысқан. Қазір ол нәрселер жоқ. Қазір енді біз өзімізше дамуға бет бұрып жатырмыз. Бұрын бізде мысалы даму деген нәрсе жоқ еді ғой, өзіміз қалауымыз бойынша еш нәрсе жасамайтынбыз. Мысалы мына осы подкастты жасауымыздың өзі, осы подкастқа шығуымыз, ойымызды айтуымыздың өзі мұғалімдердің трансформациясы болып жатқан, трансформацияға әзір мұғалімдер бар екенін көруге болады. Мысалы сіздің осы жобаңыздың өзі қажеттіліктен туды. Осы жобаға сіз ұсыныс айттыңыз, мен келдім. Өйткені менің де айтарым бар, менің де айтқым келеді, менің де ой пікір бөліскім келеді. Енді біз 30 жыл мұғалім болдық дейміз, 31 жыл мұғалім болдық, бірақ біз не бердік? Бізде не бар еді? Мен неге ол өзімен арқылап жүрмін керек? Мен неге оны бөліспеймін? Егер менде бөлісетін орта болған кезде, менде заманауи осы подкаст деп сіз мінбер деп арнайы жоба ашып жатқан кезде мен әріптес ретінде енді сізде курспен таныстық қой, курстың барысында курстас болып танысып, мен сізді көрдім, таныдым. Сіз мысалы қолдау қажет екенін мен білемін. Қолдау керек, қажет. Әр ұстаз бір-біріне бәсеке емес, ол ұстазға қолдау көрсеткен кезде, өйткені сіздің бағытыңыз бөлек, менің бағытым бөлек мысалы былай. Бірақ айналып келгенде ортақ нәтиже қалай мен шәкіртімді бақытты етемін, қалай мен шәкіртіме тұлға ретінде танылам, қалай мен білім сапасын көтеремін, қалай мен білімге құштарлығын оятамын деген дүние айналып. Сіздің де әрекетіңіз соған әкеледі, менің де әрекетім соған әкеледі. Жаңа білім сапасын қалай көтеру деген шығарды. Қалай көтеруге білім сапасын негізінде расында? Білім сапасын көтеру деп айтамыз, енді ол білім сапасы қажет дейміз. Бірақ білім сапасын әкелу үшін ол баланың пәнге қызығушылығы болу керек қой. Пәнді қабылдай алу керек бала. Ал пәнді қабылдау ол пән мұғаліміне байланысты не ғой? Пән мұғалімі өзінің пәнін жақсы көреді дейміз, бірақ жақсы көрген ол пәнді сол қалай болады? Пәнді жақсы көргенмен ол балаға жеткізе алмайтын мұғалімдер. Жеткізу жолын қарастырмайды. Айттым, бітті, мен бердім ғой дегенде пән мұғалім болады. Ал ол сол пәннің өзінің ерекшелігін танытып, сол пәнге жаңа материалды беруде өзіндік бір ерекшеліктері болса, әрине ол бала барлық пәнді жақсы оқу міндетті емес. Бала өзінің қажетіне қарай, қабілеттілігіне қарай, шамасына қарай пәнді алу керек. Мен солай ойлаймын. Мен барлық бала беске оқысын деп талап қоймаймын. Барлық бала өлең шығарсын, сабақта өлең шығару, өлең құрастырыңыз деп тапсырма болады, шығара алмайтын бала болады. Ол айтады, мен шығара алмаймын. Жақсы, онда сіз жазып көріңіз деген тапсырманы оған өзгертіп бере аламын. Осындай мүмкіндік бар. Көрдіңіз ба? Өйткені подкаст тыңдап отырсам, тағы айтып жатыр, біз кейде мұғалім бағбан ретінде өзін сезінеді дейді. Мысалы, қисақ ағаш өссе, бағбанын түзейді ғой дейді. Мұғалім солай ойлайды дейді, олай емес дейді. Баланы мысалы ағаш, өсімдік, шөп деп қарайтын мысалы, онда сіз оны тану керексіз ғой дейді. Оны жан-жақ қырынан қарау керексіз дейді. Сіздің міндетіңіз оны баланы жаңағы бағбан ретінде түзету емес дейді. Сіз оны тануыңыз керек. Қандай ерекшелігі бар, нені жақсы көреді, жан дүниесі нені қалайды, қызығушылығы не деген секілді. Сол сөйтіп барып қана арқылы сіз ол балаға өзіңіздің жұмысыңызды орындап аласыз. Жаңа ол да өте жақсы ұстаным секілді. Ұстаным, оның үстіне қажет. Дәл қазіргі таңда баланы танып барып пәнді алу деген дүниеге келеміз. Сосын мысалы біз сабақ береміз де, жетекші болған өзіміздің классымызға көбірек басымдық береміз. Бірақ мен айтар едім, сіз пән мұғалімі болдыңыз ба? Сол пән мұғалімі болған сынып жетекшімен тұрақты байланыс керек. Жүйелі тұрақты байланыс керек. Бүгін сабағыңызда бір балада ерекшелік болды ма, бірден не жағдай болып жатыр? Бүгін осылай болды, бұрын жақсы оқиды, не жағдай болды? Сіз байланысқа түскен кезде сынып жетекші ол баланың өміріне не өзгеріс болып жатыр? Сіз ақпарат аласыз, сіз әрі қарай ол баламен сол бағытта жұмыс жасай аласыз. Ол қазір ол сабағыңызды қабылдауға тиісті емес, қабылдай да алмайды. Біз оны мойындауымыз керек қой. Біз кейде сосын мойындамай жатамыз. Айттым, бітті, мен мұғаліммін. Кейде біз мұғалімдіктен гөрі ана бейнесінде бір дос бейнесіне келуіміз қажет. Мына келешекте енді ақиқат рас сіңірмесін жазып қойып, соны қарағанда ойға кетіп қалдым. Болашақта мына көптеген пәндер ғой, біз оқып жатырмыз. 6-7-8 сабақ болып жатыр, сондай пәндер болмайды, бір 5-6 пәннің бәрі қысқарады. Бағалау болмайды, бала жаңағы зерттеумен айналысады да, мұғалім тәлімгер ретінде ғана қалады. Тәлімгерлік жасайды сол жұмысқа. Осыны ойланған кезде ойланып,
Бұл жазылды, значит, бұл шынайыға айналады. Өйткені басқа елдердің практикасында осы дүние бар, сонда біз тәлімгер болуымыз. Тәлімгер болу деген сөз тек пәнді беріп кету емес қой. Ол баланың сол жобасының жүруіне, сіздің өзіңіз баламен бірге жүресіз деген сөз. Сонда мынау жастарға айтар едім, еңбек жолын бастап жатқан болашақта сіздер мұғалім образынан, мұғалім рөліне, тәлімгерлік рөлге өтетін боласыз. Мысалы, озық елдердің естіп, Финляндияның естіп, білім жүйесін алады, Жапонияның барлығы, олардың барлығы осы этаптардан өтті ғой, біз өтіп. Сонда Финляндия деді ғой, сонда баланың бір күнге сабаққа бармай қоюына болатын бір күн бар екен. Ол үйде отырып, онлайн, сыныпта отырған балалардың жұмысын бақылап, Сингапурда бақылап, соны мен үйде отырып тасымалдап жіберетін күндер болады екен. Және ол жақта баланың жазылуының бір түрі ертең сабаққа келмеңіз екен. Сонда бала жылайды екен. Ол сабаққа ертең келмеңіз ең үлкен жаза дейді. Мен енді Қазақстанда болашақта балалар сондай болады деп менен соған үлкен бір сенім артамын. Содан кейін тағы да өткенде Мағжан Жұмабаевтың педагогикасын оқып отырсам, былай айтады, бір адам өзінің баласына мұғалім тіл үйреткен мұғалім таңдаған ғой. Сонда ол адам өте ашушаң адам екен, бойы тапал екен. И ол адам белгілі бір себеппен ауысып кетеді, орнына басқа кісі келеді. Басқа кісі келсе, анадан тағы тапал екен. Сонда бала айтады ғой, сіз де ашушаңсыз ба, ашуланшақсыз ба деп. Содан кейін жоқ, неге олай еттің десе, сіздің де бойыңыз тапал екен. Өйткені балада сондай ой қалған, тапал адамның бар ма ашушаң болады деген. Бұл Мағжан Жұмабаев педагогикасын оқыдым, мен сонда таңқалдым. Сонда баланың бойына бір мұғалім қандай болса, барлық мұғалім сондай деген оларда ой қалыптасып тұр ма, иә? Қалыптасып тұр. Да, енді қазіргі балалар өте ақылды ғой. Мына енді сыныбымыз бар ғой, сыныппен пікірлесіп жатқан кезде кейде мұғалімдерге ой айтып жатыр, ол солай айтты, ол бұлай айтты. Жақсы, мен сіздің пікіріңізді тыңдадым, иә? Сіз айттыңыз, мен тыңдадым. Мен бірақ мұғаліммен пікірлесем, сіздің ойыңызды жеткізсем боламын. Немесе. Бұл енді қазір мынау оқушының үнін тыңдау деп айтып жатырмық қой. Сол кезде бұл қажет неге? Бұрын өйтіп бір мұғалімге барып сен сөйтіп айтыпсың, менің классым сөйтіп айтты, ешқашан айтпағанбыз ғой. Қазір осындай мүмкіндік бар балада. Біз мұғалімді бағалап отыр ғой, іс әрекетін бағалап тұр. Соған келіп тұр, бала мұғалім бағалап тұр. Балаға ұнамады, ұнамаған ол өзіне айтқан жоқ. Мысалы, өзіне де айтатын балалар болады. Бұл жай ғана келіп сынып тексереді. Енді қорытынды сөзге не айтар едіңіз? Қорытынды сөзге әр қазағыма сыйласа алатын, достаса алатын, сырласа алатын, шын қуана алатын адамдар әркез қасыңызда болсын дегім келеді. Бұл сөздерді мен негізі Баянғали Ғалымжанымның үзіліп түскен тамшы жыр жинағынан алдым. Жүрегіме, жаныма өте жақын болды. Сондықтан әр қазақтың қасында егер сыйласа алатын, достаса алатын, сырласа алатын, шын қуана алатын адамдар жиналса, ол адамның өзгеруіне, ол адамның әрекетінің дұрыс болуына, ол адамның шынайы бақыт болуына жол ашар еді деген сөзден. Осындай адамдар әркез сіздің жолыңызда кездессін дегім келеді. Рахмет сізге. Өте үлкен алғыс білдіремін. Қолдап келгеніңізге, осы сұхбатқа бірден келісім бергеніңізге зор алғысымды білдіремін. Жаңағы сіздің әдемі бір пафос сөздеріңізбен аяқтайық. Көп рахмет сізге. Рахмет.